Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ең қарапайым оңай дайындалатын шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар. Пирогымызды жасау үшін бізге 4 жұмыртқа, 160 грамм қант, 160 грамм ұн, 1 шымшым тұз, 15 грамм разрыхитель және 2 алма қажет болады. Егер жұмыртқаңыз кішкентай болатын болса, онда 5 штук алыңыз. Төрт жұмыртқамызға қантты араластырып миксерлейміз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастаймыз. Ақырын жылдамдығын жоғарылатып отырамыз. Шамамен 2-3 минуттай миксерлеу керек. Мінекей 2-3 минуттан кейін жұмыртқамыз дайын болды. Шамамен осындай ақ қоймалжың болып түсі шығуы керек. Дайын болғаннан кейін үстіне тұзымызды салып, 160 грамм ұнды саламыз. Ұнның үстіне 15 грамм разрыхительді араластырып, осындай лопаткамен немесе қасықпен ақырындап астынан жоғары қарай араластыру керек. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды, енді форманы дайындаймыз. Формаға осындай пергамент бумагасын төсеп алдым. Ал егер сізде силиконовый форма болатын болса, тек қана май жақсаңыз жеткілікті, асты жабыспайды. Енді алмамызды дайындауға кірісеміз. Алманы осылай 2 бөлікке бөліп, ортасын тазалап алғаннан кейін, осылай жарты ай тәрізді формалығы турау керек. Видеода көрсетілгендей алманы үстіне әсемдеп осылай қойып шығамыз. Пирогымызды 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Пирогтың дайын болғандығын осылай зубочисткамен тексереміз. Зубочистканы тығып алғаннан кейін ол құп-құрғақ болып шығуы керек. Міне видеода көрсетілгендей. Бәлшіміздің үстіне сахарный пудраны әсемдеу үшін осылай аздап сүйіп шықсақ болады. Пирогымызды бөлме температурасында суыту үшін шамамен 1 сағаттай қойып қоямыз. Кейіннен осылай шет жағын пышақпен кесіп, одан кейін формадан босатып аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Мінекей достар, қарапайым ингредиенттерден жасалатын ең оңай алмалы бәлішіміз дайын. Рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.